Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет қоп қою болып шығатын айран ұйтатын боламыз. Көбінесе қалалық жерлерде айранды ұйтатын табиғи ұйтқы табылмай жатады. Ол болмаса да айранды ұйтудың басқаша жолын көрсететін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге табиғи таза қолдың сүті керек болады. Сүтімді пісіріп аламын. Піскен кезде сүттің беті осылай қаймақтап бастайды. Енді піскен сүтімізді бөлме температурасында суытып аламыз. Айранды ұйыту үшін сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Қолыңызбен тексергенде қолыңыз күйіп қалмайтындай болу керек. Енді ұйыту үшін мен осындай ыңғайлы ыдысты пайдаланамын. Осындай дүкендерде сатылатын кефирмен ұйытатын боламын. Суытып алған сүтімді ыдысымызға құйып аламын. Дайын кефиріміздің бір қасығын ғана қосамыз. Активия, Биос сияқты йогурттармен де ұйытуға болады. Енді осы айранымыздың крышкасын жауып, ешкім тиіспейтіндей, қозғамайтындай жерге, матаға не болмаса одеялға орап, жылы жерге қоямыз. 5-6 сағат көлемінде тұру керек. Біздің айранымыз дайын болды. Қоп қою әдемі болып шықты. Дәмі де керемет болып шығады. Егер де бұл әдіспен ұйытып көрмеген болсаңыз, жасап көруге кеңес беремін. Дүкендікінен әлдеқайда дәмді керемет болып шығады. Әрине қолдың айранымен ұйытқанға ештеңе жетпейді, бірақ сонда да осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Егер де бұл видео рецепт ұнаған болса, төмендегі подписация батырмасын басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.